Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы жәрмеңке саудасының дамуы. Оқушылар, дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: Қазақстанда неліктен жәрмеңке саудасы дамыды? Сабақтың мақсаты: Қазақстандағы жәрмеңке түрлері, сауда қатынастарына жәрмеңкенің тигізген әсері, жәрмеңкенің әлеуметтік, мәдени саладағы атқарған қызметі. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Капиталистік қатынастардың Қазақстанның экономикасына ықпалын зерделедіңіздер. Оқушылар, ең алдымен білімін сайтын пайдаланып, жәрмеңке саудасының дамуына байланысты бейне материал көретін боласыздар. 19 ғасырдың ортасында қазақ жеріндегі негізгі сауда орталықтары қайда болды? Атақты жәрмеңкелер қайда орналасқан? Жәрмеңкелер саудадан басқа тағы да қандай рөл атқарды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. 19 ғасырдың ортасында қазақ жеріндегі негізгі сауда орталықтары қайда болды? Капиталистік қатынастар жәрмеңкелік сауданың дамуына елеулі әсер етті. Ресей капиталы өлкенің ең алыс жерлеріне де еніп, жергілікті мал шаруашылығын Ресейдің, Орта Азияның, Батыс Еуропаның сауда нарығымен тығыз байланыстыра түсті. Жәрмеңкелік сауданың дамуымен сатылатын малдың құрамы да өзгеріске ұшырады. Орыс көпестерінің сатып алатыны басында жылқы болса, кейін мүйізді ірі қара сиыр малына сұраныс артты. Атақты жәрмеңкелер қайда орналасқан? 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда жәрмеңкелік сауда дами бастады. Ақмола облысында Тайыншакөл, Константиновская, Петровская, Семей облысында Қоянды, Шар, Покров, Жетісуда Қарқара, Сырдария облысында Қазалы, Ақмешіт, Орал облысында Ойыл, Темір сынды ірі жәрмеңкелер болды. Сауда көбінесе қазақтарға тиімсіз әдістермен жүргізілді. Жарты фунт шай мен 1 фунт қант бір қойға, 15 тиыннан аспайтын ұстара бір қойға, самаурын 20-25 қойға айырбасталды. Қазақстанның сауда қатынастарын жүргізген елдері негізінен Орта Азия, Монғолия, Қытай болды. Жәрмеңкелер саудадан басқа тағы да қандай рөл атқарды? Әлеуметтік мәдени салада жәрмеңкелер ерекше рөл атқарды. Ел ағалары бас қосып жиын өткізді, билердің төтенше съездері де осында өткізілді. Ірі спорттық шаралар, ат жарыстары, ұлттық ойын түрлері өткізіліп тұрды. Атақты балуан Қажымұқан Мұңайтпасұлы жәрмеңкеде жарысқа түсті. Ақан Сері, Балуан Шолақ, Жаяу Мұса, Майра Шамсуддинова, Әсет Найманбайұлы, Әміре Қашаубайұлы да жәрмеңкелерде өнер көрсеткен. 1905 жылы Әлихан Бөкейхановтың басшылығымен атақты Қарқаралы петициясы Қоянды жәрмеңкесінде жазылды. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: жәрмеңкелердің әлеуметтік, мәдени саладағы атқарған қызметіне тән емес тұжырымды анықтаңыздар. Оқушылар, бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма: ақпараттың жалған немесе ақиқат екенін анықтаңыздар. Бірінші, жәрмеңкелерде сауда қазақтарға тиімді әдістермен айырбас түрінде жүргізілді. Ақиқат немесе жалған, дұрыс жауапты таңдаңыздар.
Екінші, Қазақстан көбінесе Орта Азия, Монғолия, Қытай елдерімен сауда қатынастарын жүргізді. Ақиқат немесе жалған, дұрыс жауапты таңдаңыздар. Үшінші, жәрмеңкелер тек сауда-саттық саласында маңызды қызмет атқарды. Ақиқат немесе жалған, дұрыс жауапты таңдаңыздар. Төртінші, 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда ірі жәрмеңкелік сауда орталықтары дами бастады. Ақиқат немесе жалған, дұрыс жауапты таңдаңыздар. Оқушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.